Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай, бәрі жақсы ма? Сабақ ұнап жатыр ма? Пайдалы болып жатыр ма? Барлығы жақсы деген үлкен үміттемін, иә. Ұнап жатырса кішкене бір пікіріңізді білдіріп қойыңызшы. Мен де бір қуанып, мен де бір шабыттанайын. Мен кейде видео түсірмеймін. Неге? Себебі маған сіздер шабыт бересіздер де, сіздер маған сенім бересіздер. Сіздер маған әр бастаған, әр жасаған қадамдарыма сіздер маған пікір білдіріп отырсаңыздар, маған өте қатты әсер етеді. Сондықтан да мен сіздерден соны күтемін, жарайды ма? Енді мен сіздерге келесі алғашқы сабақта не айтқым келіп отыр, енді қараңыздар, мен сіздерге айттым, алдыңғы сабақта 4-ші сабақта ойларыңыз таза болсын дедім, иә. Кейін қадамдарды тағы да түрлі ашу, ыза, реніш, кектерді айттым, иә. Олардың бәрі естеріңізде болсын, барлығы ашу болсын, реніш болсын, тәкаппарлық болсын, мейлі. Тағы да не бар? Кек болсын, иә. Ашу, реніш, кек, өсектеу, барлығы адамды жазылмайтын ауруға ұшыратады. Қандай ауруға десеңіздер, ол рак та болуы мүмкін, ол әртүрлі ауру болуы мүмкін. Дәл осындай ауруды сіздерге бойларыңызға береді, одан сіз қалай ажырау керектігін білмей жүресіздер. Яғни ондайларды жасамас үшін ойларыңызды дұрыстау арқылы ондай қадамға бармаңыздар. Енді қараңыздар, сіздер мүмкін мен сіздерге сенемін, сенгім келеді. Өздеріңіздің блоктарыңызды шештіңіздер, ойларыңызды дұрыстадыңыздар, ойларыңызды жазып жүрсіздер деген үлкен үміттемін. Және де адамдар 3 адам туралы да жазып зерттеп жүрсіздер деп үлкен ойдамын. Енді қараңыздар, келесі қадам, сіздің ойларыңыз дәл қазір керемет болып отыр. Сіздің ойларыңыз мықты. Сіз қазірден бастап кішкентай болсын 5%-ін жақсы ойлап келе жатырсыз, иә? Жақсы. Енді сіздерге келесі қадам не істеу керек? Мен сіздерге жалпы сабағымнан, иә, өзімнің ойдан тапқан емес, әрине мен өзімнің ұстаздарымнан, білім алған ұстаздарымнан сабағынан айтып жатырмын. Сіздерге оны айтып қояйын алдын ала. Ресей және өзіміздің қазақ ұстаздарынан алған білімдеріммен бөлісу деймін сіздермен. Енді қараңыздар, сіздер ойларыңызды тазартыңыздар, кейін ойларыңызды тазартқаннан кейін сіздер міндетті түрде жақсы ниетте болу керексіздер. Барлық нәрсеге жақсы ниетте болу керексіздер. Ниеттеріңіздің барлығы жақсы әрі шынайы, таза болу керек. Яғни сіздер таза болып жүру керексіздер. Барлығы сіздерде таза болу керек, иә. Бір сәби дүниеге келеді ғой, дәл сондай сияқты таза болу керексіздер. Енді қараңыздар, сіздер өздеріңізге сұрақ қою керексіздер. Менің ниетім қандай? Менің ниетім қаншалықты таза? Менің ниетім дәл қазіргі кезде, дәл осы сәтте ниетім қандай, ойым қандай деген сұрақтарды өздеріңізге қою керексіздер. Соны сіздер анықтап алу керексіздер, айқындап алу керексіздер. Бірақ тағы да айтамын, ең бастысы тазалық маңызды, жүректің тазалығы маңызды. Яғни сіздерде мына жүректеріңіз өте ашық болу керексіздер. Әр адамды жақсы қабылдау керексіздер. Барлық адамды бірдей ретінде ұстау керексіздер, ұстану керексіздер. Жүректеріңіз сіздермен байланыс жасайтындай болу керек. Ішкі мендеріңізбен сіздер сөйлесе алатындай болу керексіздер. Менде мынадай жағдайлар болып тұр, мен саған соны тапсырдым, сен маған көмектесші. Немесе мен дәл қазір ұйықтайын деп жатырмын, маған дәл осындай уақытта тұру керек, маған көмектесші. Немесе мен мынадай шешімді қабылдай алмай жатырмын, маған көмектесіп жіберші, қай шешімді қабылдасам дұрыс деген сияқты сіздер мендеріңізбен сөйлесе алу керексіздер. Сіздерде көңілдеріңіздің ойларыңыздың барлық тазалығы болу керексіздер. Жан-жағыңызға шуақ шашатындай тазалық, сіздерде сондай тазалықтар болу керексіздер. Әлемге өз-өзіңізден шын ниетіңізбен күле алатындай болу керексіздер. Сонда ғана сіздерде денсаулығыңыздың тазалығы, яғни сіздерде жуынып кәдімгі таза болып жүру керексіздер. Осындай бір тазалықтардың барлығы сіздерде болғанда ғана сіз әрі қарай уже ниет туралы да ойлана беріңіздер, иә. Енді қараңыздар, білесіздер ме, сіздерде соғып тұрған жүрек кей кездері бір қатты соғып кетеді, әртүрлі жағдайда әртүрлі соғады. Соның бәріне байланысты ол сізді сезеді, не істеп жүрсіз, қалай жасап жүрсіз, ол сезеді. Ол егер де тоқтап қалатын болса, сіздің өміріңізде тоқтап қалады. Сондықтан да мен сіздерге айтқым келіп тұр, мына жүректі кілеп алмаңыздаршы, таза ұстаңыздаршы, қандай жағдай болмасын. Оған көмектесіп жүріңіздерші, себебі сіздердің де көмектеріңіз қажет болады. Жарайды ма? Енді мен сіздерге не айтқым келіп тұр? Білесіздер ме? Ниетті сіздер мысалға ниет еттім дәл осы кәсіпті бастауға. Сіздер кәсіп бастағыларыңыз келеді барлықтарыңыз, иә. Енді қараңыздар,
кәсіп бастағыларыңыз келеді, бірақ сіздер кәсіп бастауға ниет еттім дейсіздер де, әрі қарай сіздер айналадан көмек күтесіздер, айналадан жәрдем күтесіздер, айналадан сіздерге демеу болғанын күтесіздер, айналадан сіздерге поддержка болғанын қалайсыздар, біреу сіздерге әкеліп ауыздарыңызға салып бергенін қалайсыздар, бірақ ол олай ешқашанда болмайды, иә. Сіздер ниетті дейді, ұстазым айтады, әрқашанда Аллаға қою керексіздер дейді. Ниетті тек қана Аллаға қою керексіз. Алла Тағала, мен болған осыған ниет еттім. Қандай жағдай болмасын, бір өзің көмектесе көр. Ниет еттім дәл осыған. Алла Тағала деп сіз Алла Тағалаға ниет ету керексіздер. Ешқандай да адамға керек емес. Ешқандай да адамнан ештеңе сіздер күтпеңіздер. Себебі сіздер бір адам бір сізге көмектесе қалса, мынау маған көмектесіп жатыр, болды, енді осы маған күнде көмектесетін болады деген ой сізде қалыптасып қалады. Ал ол болса өте орынсыз, иә. Керек емес олай. Сіздерде жақсы ой кетті, сіздерде мықты тазалық болып жатыр қазіргі кезде, жүректеріңіз тап-таза, сіздерде ниеттеріңіз мықты, ниеттеріңізді Аллаға тапсырдыңыздар. Енді қараңыздаршы, әрекет керек болады адамға келесіде. Әрекетті қалай жасайсыздар? Сіздер белгілі бір жоспар бойынша өмір сүрсеңіздер, сіздер әр күніңізді сапалы өткізсеңіздер, сіздер өздеріңіздің қалыптасып қалған бір дағдыларыңыз болатын болса, жоспарыңызға жетіп, өзіңіздің армандарыңызды аяқтай жасап жүрсеңіздер ғана, сонда ғана сіздер әрі қарай әрекет жасай бастайсыз. Енді әрекет дегеніміз ол сіздің кәсіптеріңізге әрекет, яғни кәсіп жасағандарыңыз келеді, бірақ жасай алмайсыздар, бір кәсіпті бастап жіберіңіздер. Бастап жіберіңіздер деді, мен сіздерге айтамын, бұрыннан айтып келе жатырмын, тағы да айтамын, үлкеннен аяқ басып керек емес. Бір мен кафе ашамын, осындайға мен кредит аламын, керек емес. Сіз кафе ашқыңыз келіп отыр ма? Сіз қарапайым үйден дәл қазір тамақ пісіріп көріңізші. Сіз сусын жасағыңыз келіп жатыр ма? Кілең сусындар дайындағыңыз келе ма? Немесе сіздер кілең сок дайындағыңыз келе ма? Онда сіз дәл қазіргі кезде үйіңізден істеп көріңізші. Үйіңізден істеңіз де тума-туысқа таратып көріңізші. Өзіңіздің бір жапсыратын қағазыңызды жапсырыңыз, немесе сіз барыңызда OLX түрлі қазір маркетинг тоқыласаңыз, сіз OLX-қа да салу аласыз, сіз Инстаграмға да саласыз, түрлі жерлерге салу арқылы сіз жарнама жасайсыз да. Түрлі жарнаманы жасайсыздар да, солай өздеріңізге клиенттер жақындата бастайсыздар, көп клиент таба бастайсыздар. Ренжімеңіздер, кешірім өтінемін, сәл пауза болып қалды арасында, себебі дауысын естіп қалып жатырсыздар, артқы жақтан телефонның. Неге? Себебі бүгін 1 май менің анамның туған күні. Ең керемет, ең жақсы, бұйырса күн болайын деп тұр, ертең деп түсінемін, бірақ уақыт тез өтіп жатыр. Енді айтайын дегенім, солай сіздер әртүрлі жақтарды қарастыру арқылы сіздер яғни жарнама жасау арқылы әртүрлі жақтарды қарастырсаңыздар, клиент шақырасыздар, өздеріңізге клиент шақырады. Енді қараңыздаршы, мен сіздерге айта кетермін, яғни сіздер кәсіп бастай алмай жүрсіз, не істегілеріңіз келмейді, сіз өткен шаққа оралыңызшы. Бұрынғы балық шағыңызда сіз кім болғыңыз келді? Бұрынғы балық шақта сіз немен айналыстыңыз? Қандай әрекеттер жасадыңыз? Яғни орта жаста не істедіңіз? Неге қызығушылық сізде болды? Соны ойланыңыз бірінші. Екіншіден, егер де сіз ештеңе жасай алмай жатырсаңыздар, тағы да ол да есіңізге түспей жатырса, онда қолыңыздан келетін дердің кем дегенде 10-нан жоғарысын жасыңыз. Қолыңыздан не келеді? Немен айналыса аласыз дәл қазір? Егер де ақшаңыз дәл қазір уақытта жетпей жатса, соның бәрімен айналысыңыз да ақша тауып беріңіз. Ол сіздерге ешқандай да кедергі келтірмейді, сондықтан да мен сіздерге айтамын, ешқандай да сіздер қазір біздің көп энергиямыз, яғни адамдардың көп энергиясы қайда кетеді? Яғни әлеуметтік желіге өте молынан көп кетіп жатыр, көз де кетіп жатыр, онымен қоса энергия да кетіп жатыр, онымен қоса күш-жігерлер де кетіп жатыр адамдардың, бірақ ол білесіздер ме, ең үлкен минус. Яғни сіз егер де дәл қазіргіден бастап білімге инвестиция қойсаңыз, яғни білім алсаңыз, кітап оқысаңыз, сіз әртүрлі курс марафондарға қатысып өзіңізді жетілдірсеңіз, өзіңіздің осы кәсібіңізге зейін қойып әрі қарай дамыта бастасаңыз, әрекет етсеңіз, онда сіз ұшасыз ғой. Сіз онда осыларға көңіл бөлсеңіз, сіз мықтап тұрып өзгересіз. Сосын сіз егер де әрбір жағдайда, әрбір іс-әрекетте қандай да бір жағдай болып қалған жағдайда тек қана не айтасыздар? Тек қана шүкір. Дәл осыған шүкір. Өсіп жатсыз ба? Ұмытпаңыз. Төменге түсіп жатсыз ба? Ұмытпаңыз. Алла дейді, төменге түсіп жатса, енді сізден арттырмайды. Егер де сіздер бір нәрседе жоғары болып жатырса, егер де сіздер дәл қазір неге шүкір айтып жатырсыздар, неге сіздер қуанып кәдімгідей рахмет айтып жатырсыздар, соның барлығы сізге екі еседей өсе береді да. Сондықтан да соны ұмытпаңыздар. Сосын сіздер ойлаңыздаршы, дәл қазіргі кезде сіздер қандай адамдармен сөйлесіп жүрсіз? Сіздерге ол адамдар сізге қандай әсер қалдырады?
сіз сол жерде өшіп жатсыз ба, өсіп жатсыз ба, әлде дәл ортада тұрсыз ба бірыңғай қалыпта, не істеріңізді білмей, қадам жасай алмай, әлде көңілге қарап жүрсіз ба, не істеп жүрсіз дәл қазіргі кезде, соны ойлаңыз. Енді қараңыздаршы, мынадай бір мысал айтылып кеткен. Негізі қыранның ұясы туралы айтады. Қыран дейді, қыранның ұясында бір тек қана балапаны, яғни аман есен қалады да, ұясы оның бұзылып қалады. Бұзылып қалғаннан кейін не істейді? Ұя төменге қарай түседі де, төменге қарай түседі, жатады сол жерде. Кейін бір адам келіп, ол яғни балапанды алып кетеді де, тауықтардың арасына қосып қояды. Тауықтардың арасына қосып қойған қыранның балапаны не істейді? Дәл тауықтардай болып қалады. Тауықтарда жүреді, ол да ұша алмай да қалады. Сонда ойлап қараңыздаршы, қыран бізге киелі құс қой, қырандай самғай алмай, керісінше тауықтардай дәл сондай болып әрі қарай өз өмірін жалғастырады. Сонда оның қасындағы адамдар, яғни өсірді ма ол қыранды, әрі қарай ұшырды ма, әлде керісінше ол адамды төменге қарай түсірді ма? Соны да ойлаңыздар. Міндетті түрде қалыптасып қалған орта дұрыс емес жағын, яғни мына жерде біздерде енді шынымен де дұрыс емес. Білесіздер ме, сіздер табыс тапқыңыз келеді, барлықтарыңыз. Сол табыстың бірнеше жолдарын айтумен қатар сіздерге мен байлық туралы айтып кеткім келіп тұр. Егер сіздер де бай боласыздар, қай уақытта білесіздер ме? Ең бірінші дейді, қандай да жағдай болмасын, сіздерде әр нәрсеге, әр жағдайға, егер дұрыс жасамасаңыз, денсаулығыңыз нашар болып қалса, өзіңіздің тәубаңызды етіп қалсаңыз, міндетті түрде сіздер кешірім сұрай білу керексіздер. Кімнен кешірім сұрайсыздар? Әрине ол адамнан емес, ол Алладан. Я Алла, осы үшін кешір деп кәдімгідей сіздер кешірім сұрау керексіздер. Мейлі қандай жағдай болмасын, сол жағдай үшін кешірім сұраңыз. Ең бірінші, қиындық болсын, уайым болсын, қандай жағдай болмасын, ол сіздерден жамандықтан сақтап, жақсыға әрі қарай қадамдар жасайды. Екіншіден не болады? Сіздер садақа беріп жүрсеңіздер, тек қана жақсы оймен, жақсы ниетпен, жақсы жүрекпен, жақсы көңілмен, шынайы ғана берсеңіздер, әрине, садақаның тек қана бір түрі емес, оның бірнеше түрі бар. Айтып кеттім. Үшіншісі дейді, ол шүкіршілік, яғни әр нәрсеге шүкір айтсаңыздар. Яғни шүкіршілік дегеніміз білесіздер ме? Біздерде орысшада біздерде қалай благодарность дейді, яғни алғыс айту дейді. Оны басқаша, яғни орыстарда басқа елдердің айту бойынша олар әр жағдайға алғыс айтады. Олар дәл осы отырған асына, затына, киіміне, айналасына, адамдарға бүкіліне алғыс айтады. Алғыс айту арқылы ол алғысы өзіне екі есе етіп, 10 есе етіп қайтады. Соны ұмытып кетпеңіздер, жарайды ма? Мен сіздерге соны айтып кеткім келіп тұр. Ең бірінші, ең маңыздысы ол дәл осылар. Шүкіршілік міндетті түрде енді ол деген сіздерге кәдімгідей көмектеседі. Білесіздер ме, қуанып жүректеріңіз шарлардай жақсы жаңалық естісеңіздер, шүкіршілік айтыңыз. Дәл солай шүкіршілік айтып болмастан бұрын тағы бір жақсы жаңалық келеді ғой сіздерге. Ол менде болған дәл сондай болады сіздерде де. Сондықтан да міндетті түрде шүкіршілік айтыңыздар. Енді мен сіздерге келесі кезеңдерді айтып кеткім келіп тұр. Сіздер енді ары қарай да табысты болғыңыз келеді екен. Мен сіздерге айтайын, ең бірінші белгілі бір себептерін айтып кетейін. Білесіздер ме? Ешқашанда жалғыз өзіңізді ойламаңыз. Мен алдыңғы сабақтарда өзім. Бұл дүниеде тек қана өзіңіз өмір сүре алмайтын едіңіз. Егер де сіз тек қана бір адам болып жаратылыс болсаңыз, өзіңіз не істеп қайда жүресіз? Сондықтан да еш уақытта, ешқашанда өзім деген сөзіңіз болмасын. Өзім деген жоқ. Оны бүгінгі күннен бастап сызып тастаңыз. Мен осы әлемге пайдам тию керек. Мен осы әлемге жағдайына қолына келгенше көмектесу керекпін. Яғни өзгені ойлаңыз, және содан кейін бар ол өзіңізге міндетті түрде айналып келетін болады. Жарайды ма? Сондықтан да көбірек айналаңызды, көбірек елді ойдауға тырысыңыз. Сонда ғана жақсылық сізге ұшады ғой, барлығы жақсы болады. Екіншісі, сіздерде мысалға білесіздер ме, адамның екі қасиеттері бар, әдеттері бар дейін бе, яғни адамда, мен дәл қазір сіздерге қарап отырмын, ол мен сыртқы көрінісім, ал мына жерімдегі, ішімдегі тұрған ол ішкі қасиетім. Енді қараңыздар, ішкі әлем, яғни сыртқы әлем және ішкі әлем.
Қараңыздаршы, егер де менде дәл қазіргі кезде ішкі әлемім абыр-сабыр болып жатырса, бәлкім сіздер мені дұрыс тыңдай алмас едіңіздер. Егер де менің ішкі әлемім жақсы болып, сыртқы әлемім аздап, шашым енді білмеймін, сыртқы әлемім жақсы сияқты, дегенмен де жалбырап, егер де мен қоқып, соғып сіздерге иә дұрыс, иә бүйтіңіздер, сөйтіңіздер деп отырсам, бәлкім мені тыңдамас едіңіздер, иә, бәлкім. Енді қараңыздар, ең бастысы дейді, адамда екі әлемі бірдей бір адам болу керек дейді. Ешқашанда да маска кимеу керек дейді. Сондықтан да мен сіздерге айтқым келіп отыр, ішкі әлеміңіз, сыртқы әлеміңіз бір болсын. Ішкі әлеміңіз өте жақсы супер болып тұрғанымен сыртқы әлеміңіз қобырап, алба-жұлба болып жүру, ол да дұрыс емес нәрсе да. Сізге барлық мүмкіндіктер жасалып қойған, сізде барлығы бар, сіз өте жақсы өмір сүріп жатырсыз, дегенмен сіз олай жасамаңыз, жүрмеңіз, иә. Егер де сіздер ішкі әлеміңіз, сыртқы әлеміңіз мықты болып, әдемі киініп алып, өте жақсы жүрсеңіз, ішкі әлеміңіз нашар болып жатырса, сізді деген ой басқарады да, сіз өзіңізді басқара алмай, сіздің өміріңізді басқадан басқарып кетеді. Сонда сіз өз өміріңізді қалай басқа адамға беріп қойғаныңызды түсінбей қаласыз. Сондықтан мен сіздерге айтқым келіп отырғаны, міндетті түрде сіз сыртқы әлем мен ішкі әлемді міндетті түрде бір-біріне сай етіңіздер. Яғни бір болсын сіздер. Және мен сіздерге айтқым келіп отыр, ой, Лаура деген қазір ішкі әлемін дұрыстап алса, мықты киініп алу керек деп айтты деген ой емес. Сіз білесіздер ме, бір келу мыңға сіз 10 киімде алуыңыз мүмкін, 20 киімде, 30 киімде алуыңыз мүмкін. Ол сізге байланысты, және сіздің үйлесімділігіңізге байланысты. Сондықтан да олай болмайды. Сізге не үйлесіп тұр, соны алғаныңыз да жөн болады. Бірақ екі әлем бір болсын, сіздерден өтінерім. Енді қараңыздар, егер де бір белгілі бір жағдай келіп қалды сіздерге, сәтсіздік келіп қалды, сіз құладыңыз. Әрқашанда есіңізде болсын, табыс дейді, сәтсіздік келіп тұрып, құлаған адамды жек ұнатпайды дейді. Сондықтан да мен сіздерге айтамын, сәтсіздік келді ме, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Соны ұмытпаңыздар, иә. Міндетті түрде қайта тұрыңыздар, уақытша екенін ұмытып кетпеңіздер. Барлық өмір уақытша. Біз тек қана бұл өмірге қонақ болып келдік, және біздің қолымыздан бәрі келеді. Біздің бұл өмірге келуіміздің өзіміздің бір миссиямыз бар. Өзіміздің Алланың жіберген бізді жіберді. Себебі біздің бұл өмірде жасайтын бір адамдарға пайдамыздың тиетін бір нәрсесі болып тұр деп бізді жіберді. Және де барлық нәрсені естеріңізде болсын, сәтсіздік деп қабылдаңыздар міндетті түрде. Яғни сіздерде кейіннен тәкаппарлық, өркөкіректік дегендер болмау керек. Ондайлар болмай, барлық адамға қарым-қатынасыңыз жақсы болып, сыйластық бірінші орында тұрып, әрі қарай жақсы ниетте болсаңыз, онда әрі қарай өрлейсіз. Кейіннен тағы айтылатыны, ол нәпсі. Нәпсіні тыйып жүрсеңіздер, тыя алсаңыздар, ол супер. Осымен күрескен адам, онда ол ең бірінші жоғарыға қарай кәдімгідей көтеріледі ғой. Сондықтан да осы естеріңізде болсын. Және сіздерге бір мысал келтіргім келіп отыр. Білесіздер ме, бір кісі дейді, күнделікті бір кісі үш адам дос болады дейді. Үш адам дос болғаннан кейін олар өздерінше бір мықты өрлеп кеткен фирма бар, киім, аяқ киім дегендер. Сол сияқтылар шығарғысы келеді, үш дос. Бірақ қасындағы адамдар, қасындағы достары айдалада адам береді. Ой, сендер қолдарынан келмейді, соған өздеріңе сеніп жүрсіңдер ме? Не ол, қайдағы? Кәдімгідей барып негативті айтады, күледі оларға. Екі досы еңселері түсіп кетеді, біреу ғана жоқ дейді, мен істеймін дейді. Мен қалай да болса шығарамын дейді, өз-өзіне мықты сенімді болып тұр. Қараңыздаршы. Кейіннен ол жүгіріп жүреді де, жүгіріп жүргеннен кейін ойлайды, аяқ киімі жоқ, мен неге осы аяқ киімді шығармаймын деген сияқты ойлайды да. Ең соңында не дүниеге келеді білесіздер ме? Найк дүниеге келеді. Сондықтан да сол Найктың авторы өте қайсар, өте мықты, жақсы адам болған. Сонда қараңыздаршы, қайтпай тұр ғой. Қайтпаған адам ең соңында түбі жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Осы естеріңізде болсын. Не болса да еңбек етіңіздер, еңбек түбі береке. Қандай бір жақсы болмасын, еңбек етіңіздер. Еңбектің жаны тәтті дейді, еңбек етсең тояды, қарның тілінбей дейді. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, еңбек түбі береке. Ол сіздерге жақсылық әкеледі. Қандай жағдай болмасын,
ең басты сіздерден талап етіледі, ең қаттысы ол нәпсіңізді тыю ғой. Тыйсаңыздар әрі қарай жақсы болып кетесіздер. Ойыңызды жинақтап, манағы айтқанымның бәрін реттемен орындап отырсаңыздар, сізден асқан адам, сізден мықты адам, сізден озат адам болмайды. Бұған сенімді болыңыз. Және мен де бұған сенімдімін. Енді сабағымыз осымен өз мәресіне жетіп келе жатыр. Мен сіздерге үй тапсырмасын бергім келіп тұр. Үй тапсырмасын қандай тапсырма? Енді қараңыздар, мен сіздерге осылай бергім келіп тұр. Өз-өзіңізге есеп беріңіздер. Сіз дәл қазіргі кезде қандайсыз? Өз-өзіңізді, яғни жақсы көресіз бе, әлде өз-өзіңізге деген көңіліңіз толмай ма? Өз-өзіңізге сипаттама беріңіз. Дәл қазіргі кезде сіз қандайсыз? Мен қандаймын деп жазыңыз, иә? Ол бірінші тапсырма. Екінші тапсырма, міндетті түрде барлық адамға алғыс айтасыздар. Барлық адамға. Өзіңіздің отбасыңыз, ата-анаңыздан бастап, ең бірінші Алладан бастап әрине. Кейін ата-анаңыздан барлық адамға алғыс айтасыздар. Үшіншісі, шүкіршілік айтасыздар. Дәл осы жерде мен сіздерге айтып отырғаныма шүкір. Шын ниетпен айтам, иә? Шүкір. Шын айтам, шүкір. Дәл осы жерде сіз мені тыңдап отырғаныңызға үлкен алғысым шексіз. Дәл осының бәрін менің аузыма салып беріп отырған, әрбір ойымды жинақтап беріп отырған жаратқан Аллаға мың да бір шүкір, алғысым шексіз. Білесіздер ме? Рахмет айтам, бақыттымын. Шүкір. Сондықтан мен сіздерге айтам, алғыс айтыңыздар, шүкір айтыңыздар. Және өздеріңізді қолыңыздан келетін сенімді болу үшін мақтаңыздар. Я, Лаура, сен өте жақсысың, сенің қолыңнан бәрі келеді, сен мықтысың, сен жан-жақтысың, сен қайсарсың деп кәдімгідей өз-өздеріңізді мақтаңыздар. Сонда ғана сіздерде бәрі жақсы болады. Мен айтқан тапсырмалардың бәрін орындаңыздар. Жүректеріңіздегі имандарыңыз кетпей, жолдарыңыз ашық болып, тек қана отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болып, жүздеріңізден күлкі кетпей, бақытты болыңыздар. Алла сіздерге екі өмірдің бақытын берсін. Зейіндеріңіз ашылсын, иншалла. Сіздерге айтқан бір ғана мысалға осы сабақта түртіп алған бір нәрсе болып, сол нәрсе миыңызды қылып қоятын болса, мен өте қатты қуаныштымын. Менен асқан бақытты адам жоқ болады. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Сіздермен Лаура. Ертең бұйырса 7-ші сабақ, соңғы сабақ. Сау болыңыздар.